Саламатсыздар ма? Мен Пригород орта мектебінің 5 А сынып оқушысы Азижан Аружан. Бесікке салу тақырыбындағы бейнероликті назарларыңызға ұсынамын. Бесікке салу қазақтың киелі дәстүрі. Қазақтың ұлттық мәдениетіндегі ең қастерлі рәсімдердің бірі. Бесік дегенде дәстүрлі төсекше. Бесік бұл нәрестені бөлуге арналған, көбіне ағаштан жасалған қазақтың дәстүрлі ағаш төсекшесі. Алғашқы ұя. Ол жаңа өмірдің бастауы, баланың дүниеге келгеннен кейінгі алғашқы ұясы. Киелі әрі қасиетті зат болып саналады. Ерекше құрылым бесік баланың тазалығын, тыныштығын және дұрыс өсуін қамтамасыз ететін ерекше құрылым. Бесікке салудың шығу тарихы. Шығу тегі көшпелі қазақтар бесікті талдан егіп, қайыңнан жасаған. Бұл материалдар беру және жеңіл болды. Көшпелі өмірге ыңғайлылық. Бесік көшіп қонуға өте ыңғайлы, әрі баланы суықтан, желден және зиянды заттардан қорғауға қабілетті болған. Тәрбие негізі. Мұхтар Әуезов ер болу үшін бесігіңді түзе. Бесік дәстүрі қазақ тәрбиесінің ұлттық рухтың негізі деп есептеледі. Бесік жабдықтары мен ерекшеліктері. Бесік бұл тек ағаш құрылымы емес, ол нәресте күтіміне арналған толыққанды жүйе. Жөргектер мен жастықтар баланың жайлылығы мен дұрыс қалыптасуын қамтамасыз ететін жұмсақ жабдықтар. Қолбау және аяқбау нәрестенің қозғалысын шектеп, бесікте мықтап тұруына және денесін түсу қалыптасуына көмектеседі. Түбек пен шүмек. Бұл құралдар нәрестенің дәретін жинап, тазалықты қамтамасыз етеді. Баланың құрғақ және жылы болуына мүмкіндік береді. Шүмектің ерекшелігі. Шүмек әдетте қойдың асық жілігінен жасалып, ұл мен қыз балаларға арналған түрлері болады. Бесікке салу рәсімі. Негізгі кезеңде бесікті аластау. Бесікті адыраспан үстіңімен тазалау. Алас баладан алас. Перден алас деп дұға оқып, жаманаттан сақтау. Тұстырмай жасау. Қап немесе кәмпит сияқты тәттілерді бесіктің түбек тесігінен өткізу. Бұл баланың өмірі тәтті болуын тілеудің белгісі. Бала бөлеу. Нәрестені бесікке салып, арнайы жөргектермен, қолбау, аяқбаумен мықтап байлап жабдықтармен жабу. Бесік жыры мен бата. Бесік жыры бұл ананың нәрестеге деген махаббаты мен ақ тілектерінің үні. Бесік жыры баланың денсаулығы, өмірдегі бақыты мен болашағына арналған ізгі тілектерді білдіреді. Мысалы, қолымызда іс алып, мойныңа күш салып, баланың батыр, шешен, абыройлы азамат болып өсуіне тілектестік. Бата беру ақсақалдар мен қариялардың баланың өмірі ұзақ, бақытты болуын тілеуі. Бесікке қатысты ырымдар мен тыйымдар. Бос бесіктің қаупі. Бесік бос тұрмауы тиіс. Бос бесікті жинап алып қоятын болған. Тербетуге тыйым. Ішінде бала жоқ бесікті тербетуге болмайды. Құрметпен сақтау. Бесікті әрдайым құрметтеп, таза ұстау. Ұрпақ сабақтастығы мен берекесінің белгісі. Бесік дәстүрінің маңызы мен тәрбиелік мәні. Бесік қазақ халқының педагогикасы мен отбасылық құндылықтарының символы. Дене бітімін түзеу, баланың денесін түзу қалыптастырады және омыртқасының дұрыс дамуына ықпал етеді. Тыныш ұйқы. Тербеліс арқылы баланың жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқысын ұзақ әрі тыныш етеді. Ұлттық рух. Бұл дәстүр ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, ұлттық салт дәстүрді рухани мұрасын сақтап қалуға қызмет етеді. Құрмет пен мейірімділік. Бесікке салу отбасындағы ұрпаққа деген құрмет пен мейірімділіктің жарқын көрінісі. Қазіргі заманда бесікке салу дәстүрдің жаңғыруы. Қазіргі қазақ отбасыларында ұлттық құндылықтарға деген қызығушылық артып, бесікке салу рәсімі қайта жанданып келеді. Бесік тойлары бұл тек нәрестені бөлу емес, сонымен бірге үлкен отбасылық мереке, ауылдың қуанышы, ұлттық мәдениетінің жарқын көрінісі. Рухани мұра. Бесік тек нәрестенің ұйықтайтын орны ғана емес, ол қазақтың рухани мұрасының тұтастығы мен сабақтастығының символы. Бесік дәстүрін жалғастыру ұлттық құндылықты сақтаудың маңызды жолы. Ол заманауи өмірде де өзінің тәрбиелік мәнін жоғалтқан жоқ. Қорытынды. Бесік ұрпақтың алтын ұясы. Бесікке салу қазақтың ғасырлар бойы сақталған философиялық және практикалық мәні бар киелі дәстүрі. Киелі дәстүр. Бесікке салу баланың денсаулығы мен бақытына, отбасының берекесіне негізделген қазақы ғұрып. Аманатты жалғастыру. Бесік тәрбиесін құрметтеп, сақтап, болашақ ұрпаққа жалғастыру бүгінгі ұрпақтың басты парызы. Ұлттық құндылықтарды ұлықтайық.